үйге кірген кезде даусымызды шығарайық, білдірейік. Әсіресе сапардан келгенде алдын ала ескертіп. Қазір нелер көп қой, енді алыстан барсақ жаңағыдай пранк деп не қылып үй іші білмей қалып аяқ асты кіріп келетін де олай да бар ғой. Бірақ негізі жақсы мұстахап болып табылады ол не, алдын ала ескертіп қой, алдын ала білдіріп қой, мен келе жатырмын, пәленше уақытта боламын үйде. Оларды қуанышын жаңағыдай жасырмай ет асып қояды, не қылып қояды, дайындалып отырады. Машинамен келе жатқанда немесе пойыздар түнгі немен келеді, сен басқа уақытта келе алмайсың. Бұрынғыдай жаңағыдай керуенмен келіп қаланың сыртында жаңағыдай не құрып, палата құрып, сен жата алмайсың. Сондықтан келесіде дереу такси жалдап үйіңе барасың. Бірақ сонда да алдын ала ескертіп қойған жақсы. Үйге кіріп келгенде үйде не болып жатыр, үйің дайын отырсын. Үйге ыңғайсыздық таныту ол макрух болып саналады. Сондықтан да үйіне барғанда міндетті түрде не күндіз баратын, барғанда да сәлем беріп кіріп, немесе дауысын шығарып кетіп кіретін еді. Сондықтан жаңағыдай біз үйге кіргенде сәлем беріп кіретін болсақ, өзімізді білдіретін болсақ, пайғамбар айтқандай, Алла Тағаланың қорғанында болады дейді.